Құранмен шипа сұрауға бола болмай ма? Осы мәселесін сұралып жатыр. Құранмен шипа дегенде адам ауырған кезде Құран оқимыз ғой. Фатиха оқимыз. Осылай Құран оқу арқылы шипа сұрауға бола ма деген кезде биян яқра алал марид. Мысалға ауырған кісіге Құран оқыса, әуел мәлдуғи, немесе жылан шағып алған кісіге Құран оқыса, нені оқыса бірақ? Әл-фатихата, фатиханы оқыса. Бұл бола ма болмай ма мәселесін айтамын дейді. Бұл жағдайда алал жауаз амалун нас ал-яум. Қазіргі адамдардың жасауы оның болатындығына дәлел дейді. Адамдардың қазір тәжірибемен келген ғой. Адамдар тәжірибемен істеді. Демек келіп адамдар істейді. Ауырған кезде өзіне Құран оқиды, дем салады деген секілді. Демек соған қарасақ, немесе сол амалдарға көріп отырсақ, онда оның рұқсат екендігіне дәлел дейді. Егер рұқсат болмаған болса, адамдар осы күнге дейін тоқтататын істемейтін еді ғой деп жатыр. Демек оның рұқсат екендігіне дәлел. Енді істейміз, біз Фатиха оқи аламыз. Ау юктаба фи раққин. Немесе бір қағаздарға Құран жазып қойып, ва юаллақ алейх, және оны іліп қоятын болсақ, немесе ау фи тастин, немесе бір тостағанға, ва юғсалу ва юсқа, сол тостағанға жаңағыдай Құран салып, тостағанға Фатиха сүресін оқып, тостағанның ішіне су қойып, соның ішіне оқимыз ғой. Соны оқып, соған жуындырса, немесе содан су ішетін болса, онда бұл болады. Өйткені вабихи варадат әл-әсәр дейді. Өйткені бұл жайында хадистер, әсәрлер, яғни хадистер келген. Бұның болатындығы жайында, жайында, яғни бұны руқия дейді қазір. Руқия деген дем салу. Дем салудың болатындығы жайында хадистер келген.